Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңдер. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке казахского языка. Сабағымыздың тақырыбы «Кел қайталайық». Тема сегодняшнего урока «Давайте повторим». Бүгін біз өткен тақырыптарды және әрпі мен ғарпін қайталайтын боламыз. Сегодня мы повторим пройденные темы, а также звук «ә» и звук «ғ». «Ә» дыбысы мен әрпі. «Ә» дауысты, жіңішке дыбыс. Балалар, әрпі бар сөздерді қайталайық. Теперь, ребята, давайте повторим слова, где есть буква «ә». Повторяйте со мной вместе, по слогам. Әтеш, әліппе, әткеншек, әке, әже, дәптер, сәбіз. Өте жақсы. Ғ дыбысы мен әрпі. Ғ дауыссыз, ұяң. Енді ғ әрпіне байланысты сөздерді қайталайық. Теперь давайте повторим слова, где есть буква «ғ». Ғарыш, ғарышкер, ғимарат, ғасыр, ғалым, қағаз, торғай, ағаш, тоғыз. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Балалар, мен сендерге бірнеше сұрақ қоямын. Суретке қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Ребята, ответьте на несколько вопросов. Используя рисунок, вы должны будете мне ответить. Бірінші сұрақ. Сен қайда барасың? Куда ты идешь? Давайте проверим ответ. Мен дүкенге барамын. Я пойду в магазин. Келесі сұрақ. Мынау не? Что это? Давайте проверим ответ. Бұл тау. Это гора. Келесі сұрақ. Мынау не? Что это? Бұл ұшақ. Это самолет. Мынау не? Что это? Бұл Медеу спорт кешені. Это спортивный комплекс Медеу. Өте жақсы. Келесі сұраққа жауап беріңдер. Сен мектепке немен барасың? На чем ты поедешь в школу? Мен мектепке автобуспен барамын. Я поеду в школу на автобусе. Сен коньки тебесің бе? Ты будешь кататься на коньках? Мен коньки тебемін. Да, я буду кататься на коньках. Келесі сұрақ. Сен мектепке кіммен барасың? С кем ты пойдешь в школу? Мен мектепке атаммен барамын. Я пойду в школу с дедушкой. Сен Медеуге барасың ба? Ты пойдешь на Медеу? Мен Медеуге барамын. Да, я пойду на Медеу. Келесі тапсырма. Жазылым. Балалар, дәптеріміздегі тапсырмаларды орындаймыз. Следующее задание, ребята, вы должны выполнить работу в тетрадях. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Бірінші әріпті жаз. Посмотри на картинки, напиши первую букву.
Келесі тапсырма үлгі бойынша жаз. Напиши по образцу. Келесі тапсырма сұрақтарға жауап бер. Суретін сал. Ответь на вопросы. Ответ нарисуй. Келесі тапсырмамыз үшінші дәптерде. Бірінші тапсырма. Суретке қара, жаз. Посмотри на картинку, подпиши. Сана, жаз. Посчитай и напиши. Келесі тапсырма. Әріптер берілген. Осы әріптерді боя. Следующее задание, ребята. Даны буквы. Буквы эти вам надо закрасить. Келесі тапсырмада суретке қара, жаз. Посмотри на рисунки и подпиши. Ал келесі тапсырмамыз сұрақтарға жауап бер. Следующее задание, ребята. Ответьте на вопросы. Ол қайда барады? Ол не істейді? Ребята, на эти вопросы вы должны ответить устно. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сау болыңдар.